Қайырлы күн Қанағат апай. Өзіңізбен бүгін сұхбатта жүздесіп отырғаныма өте қуаныштымын. Бүгінгі сұхбатқа уақытыңызды бөліп келіскеніңізге рахмет. Сұхбатымызды бастамас бұрын өзіңізді көрермендеріме таныстыра өтейін. Құрметті көрермендер, бүгін біз ұстазбен сұхбат шығарылымын жалғастыратын боламыз. Сұхбаттың қонағы Түркістан облысы Қазығұрт ауданы Әбдікәрім Бектаев атындағы жалпы білім беретін мектептің бастауыш пәнінің мұғалімі Жүнісбекова Қанағат апай. Айта кететін жайт, Қанағат апай менің бастауыштағы мұғалімім болған, алғашқы ұстазым, алғашқы қаламды қолға алып, білім беру жалпы 42 әріптің барлығын үйреткен десем де болады. Сізге алғысым шексіз, апай. Ендеше сұхбатымызды бастайық, иә? Алғашқы сұрақ. Ұстаздық жолыңыз қалай басталды? Рахмет, Париза. Мені алғашқы ұстазым деп таңдап, осындай сұхбат алып отырғаныңа. Мен алғашқы ұстаздық жолым мектепте жүргенде қазақ тілі әдебиеттен беретін Гүлзада дейтін апайымыз болған. Өте бір керемет, мәдениетті сабақты түсіндіргенде бар ынта-шынтамды сол кісінің сабағына барымды қойып тыңдап отырушы едім. Ана кісінің шаш түйген үлгісі, жүріс-тұрысы маған өте ұнайтын. Дәл сондай мұғалім болсам деп бірінші бастадым неге шейін. Бастауышта мен негізі журналист болуды армандадым. Кейін барып, жаңағы 4-5 классқа өткеннен кейін ана ұстазыма еліктеп, осындай маман иесі болсам екен, апайым сияқты ұстаз болсам екен деп армандадым. Содан Шымкенттегі бұрын училище дейтін еді ғой, соған түсіп, сол оқу тамамдадым да бастауышта. Одан кейін сол бойынша жұмыс жасадым Жылыбұлақта. 2 жыл бастауыштан сабақ бердім. Содан кейін арман қуып, журналистика мамандығымды таңдау, өзімнің сүйікті маманым ғой деп Алматыға барып Қазгүйге барып түсе алмағандықтан, содан осы маман болғам ғой енді. Сонда негізгі сіздің арманыңыз, балалық арманыңыз журналистика болған, иә? Бұйырса, сол журналистика мамандығын енді өзіңіздің оқушыңыз қуып жатыр. Бұйырса, сәттілік тілеп қойыңыз. Сәттілік. Жақсы. Жалпы мектеп қабырғасында еңбек еткеніңізге қанша жыл болды? Менің мектеп қабырғасында жұмыс жасағаныма 41 жыл болды. Оның 2 жылында Қазгүйге журналист болу үшін арман қуып барып, сол жақта 1-2 жыл сәл мұғалімдіктен шектен тыс 2 жыл жұмыс істеп қалдым. Сонда мұғалімдік жолым 39 жыл болғаны ғой, иә? Сонда 39 жыл мұғалім болдым. Мен мұғалімдік таңдағаныма да өкінбеймін, өйткені сендей шәкіртім бар, сондай бақытты, әдемі өмір сүруге көп оқушыларым ықпал тиді деп ойлаймын. Өзім оқушыларыма бақыттымын. Жақсы. Жалпы енді өзіңізде мектеп өтімділігіңіз, еңбек өтімділігіңіз жоғары, көп екен. Жалпы осы уақытқа дейін өзіңізде бір көзқарас қалыптасқан шығар. Бұрынғы оқушылар мен қазіргі оқушылардың арасында қандай айырмашылықтар бар деп ойлайсыз? Дұрыс айтасың, Париза. Сен Құда қаласа ертеңгі журналистке дайын қыз болып шығып жатыр екенсің, айналайын, өмірің өрге жүрсін. Сол маман иесі болуыңа мен әр уақытта тілектеспін. Бұрынғы оқушы өзінің таңдауын жасап алып кетпеді. Оқушылар мұғалімге қарап, мұғалімнің қабағымен жұмыс жасады. Қазіргі балалар ешқандай ондайға көнбейді. Өзінің ойы, ұғымы жоғары, бәрін өздері талдап, өздері жұмыс жасауға несі жоғары, ой парасаты өте жоғары деп есептеймін. Бұрынғы оқушыларда жақсы болды, бірақ ол жылдары бастауышта бұрын беріп жүргенде оқушылар болды. Алдында 28 оқушы, 29 оқушыға шейін болған. Ол оқушылар апайлардың тәртібімен өмір сүрді ғой. Отыр деп сәл бетсең, сол бойынша бәрі әдемі тәртіпке отырды. Қазіргі оқушылар білгенін, үйренгенін, өзінің несін ойын жеткізуге өте мықты оқушылар деп балалар.
солай есептеймін. Жауабыңызға рахмет. Жалпы бізде бір түсінік қалыптасқан ғой мұғалімдерге байланысты. Әрбір педагог бір психолог деген. Жалпы бізде ең маңыздысы мұғалімнің міндеті деп саналатын білім мен тәрбиені қатар беріп, саналы ұрпақты шығару. Жалпы егер де өзіңіздің ойыңызша қайсысына сіз басым бағытты беретін едіңіз? Білімге ме, әлде тәрбиеге ме? Енді білім мен тәрбие егіз. Білім мен тәрбие егіз. Ең бірінші баланың тәртібі. Тәртіпті болған оқушы ол білімді де алады, жан жақты болады. Мен негізінде тәртіпке көбірек бөлетін адам да. 40 жыл мұғалім болған екен психологта боласың ғой, оқушының қабағына, өзінің несіне, көңіл күйіне қарап бәрін біле қоясың ғой. Тәртібі мықты оқушы ешқандай білімді нашар алмайды олар. Олар тек қана алға қарай ұмтылатын тәртіпті оқушылар болады. Осы тұста айтып жатырсыз ғой, мұғалімдер оқушының жай күйін сезеді деп. Жалпы оқушыға ешқашан айтуға болмайтын қандай сөз бар? Қандай сөзді айтуға болмайды? Енді менің өзімнің ойымша оқушыларға тыйым салуға болмайды. Содан кейін жоқ сен білмейсің, отыр деп жаңа оқушылығын нақтылап жекіріп оларға жаңа тәртіп сақтап нұқуға болмайды. Өйткені оқушылар оның ойында қалады деп ойлаймын. Барлық нәрсе кішкентайдан оларда кішкене бала өспей ме дейді, көкейің теспей ме дейді. Оларда өсет, оларында мақсат, ой арманы бар. Ешқандай оқушыға жоқ, дұрыс емес, сенікі дұрыс емес, бұндай болмайды деп айтуға ешқандай мұғалім қақысы жоқ деп ойлаймын. Жақсы, сонда сіздің түсінігіңізше ұстаздың сөзі баланың тағдырына әсер ете алады, иә? Иә. Сол бойынша ашығырақ айта түсеңіз. Иә, оқушы деген кішкентай үйінен кішкене бала болып келеді да, жаңағы тарыдай болып кіріп, таудай болып шығады. Оқушы мұғалімнен жақсы нәрсе үйренем, білем деп келген оқушы оған тыйым салуға болмайды. Ол әр уақытта оқушы өзінің ұстазына еліктеп өседі. Сыртта ойнап жүргенде де қарайлап өзінің ұстазына құрмет қылып, Париза де қойсам, я апай деп өздерін тәртіпке шақырасыңдар. Сондықтан мен өзім солай сезінем. Оқушының өзінің ұстазын бірінші алға қояды, үлгі қояды, өзінің мұғаліміне қарап еліктеп өседі. Сол үшін мұғалім әр уақытта оқушылардың тұлғасы болып есептеледі. Оқушыларға ешқандай бір өсіп өнуге кедергі жасаған мұғалім дұрыс мұғалім деп есептемеймін. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Жалпы өзіңіз енді бастауыш пәннің мұғалімі болғандықтан оқушылардың тәрбиесіне көп көңіл бөлесіз ғой. Жалпы оқушының мінезін өзгерту мүмкін бе? Иә, мінезін өзгертуге болады. Әр уақытта жаңа тәртіпке бағынған құл болмас деп Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, оқушының мінезін өзгертуге болады. Оған білмейсің, ойбай жоқ деп тыйым салмай, оқушыны мейлінше өзіңе тартып, бар мейіріммен қарап, өзің бір екінші анасындай сезініп баланы мейіріммен қарап, білмеген үйретіп, оны әр уақытта айтқан білімін жоғары қойып, керемет, қандай жақсы, сен мұнан да мықты болатын оқушысың деп алға тартып отырсаң. Мысалы, мен Париза сен өзім кішкентай кезіңнен сондай жақсы көрдім, бұл биікке шығатын қыз деп есептедім. Бұл ештеңеден артқа қарай тартынбайтын, өзінің ойын батыл айтатын қыз, бұны ешқандай бір артқа қарай тарту керек емес. Бұны тек қана алға қарай көтермелеу керек. Оны ашатын оқушы ашылып ары қарай деңгейі өте жоғары дәрежеде деп есептегем. Мені бүгін келешекте журналист болып кетсең, дәл осындай сұхбат алуға қандай керемет қыз болып өсіп келетсің, айналайын. Рахмет. Рахмет, апай. Осы тұста алдын осы 4-ші сыныпта есіме түсіп кетті. Бір байқау болған тұғын. Сол кезде сіз мен қатыстырам дегенсіз.
мен енді қатысқым келіп тұр, бірақ үйдегілер ой не қыласың, көп шығын кетеді, уақыт кетеді, кейіндері де қатыса бересің ғой деген кезде сіз анаммен сөйлескеніңізді естігемін. Осы сөздерді айтқансыз, сол сөздер есіме түсіп кетіп отыр осы тұста. Рахмет апай. Жалпы өзіңіз сабақтан тыс уақытта оқушылармен әңгіме құру, сөйлесу қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Есімде бізде сабақтан кейін бірге әңгіме дүкен құратын кездеріміз болады. Иә. Мен үшін сенің менен сұхбат алғаның өзі үлкен бақыт. Менің осы жерде жүргенімді сезініп, менің оқушым екенімді мойындап, ана не деп коридорда көріп қана саламатсыз ба апай деп көңіл бөлгенің өзі маған үлкен бақыт. Сабақтан тыс уақытта әңгіме құру бірге. Ол оқушыменен достасып, оқушының мені бір табан болса да жақсы түсініп, мені бағалағандылығы деп жаңағы сұхбат құрғанын солай есептеймін. Өзім мен сондай әдемі бақытпенен әдемі қылып өсіргенім үшін мен өзім де қуанып отырмын сен менен сұхбат алғаныңа. Жауабыңызға рахмет апай, керемет жауап бердіңіз. Жалпы өзіңізге соңғы сұрағымызды қойсақ, егер қайтадан таңдау мүмкіндігі берілсе, қай мамандықты таңдар едіңіз? Иә, мен баста журналист балалық шағымда журналист болуды қаласам, оқуға барып түсе алмадым ғой. Енді ол маған мүмкін бұйырмаған еді шығар. Одан мынау бастауышта 40 жыл мұғалім болып, оқушыларыммен бақытты өмір сүріп, сондай әдемі оқушыларыммен тығыз байланысты болғаным үшін, осындай әдемі оқушыларды тәрбиелеп, жоғары оқуларына түсіп кетіп жатыр ғой сендер сияқты оқушылардың бәрі. Құда қаласа сен де үлкен оқу орнына түс. Осы қайталап бастауыш мамандығын таңдаған болар едім. Арманыңа жете бер. Рахмет апай. Әр уақытта жолың болсын. Апай, енді осында көрермендердің көбісі өзіміздің мектеп түлектері ғой. Қазіргі мектеп түлектері өзіңіздің оқушыларыңызға жалпы болашақ түлектерге қандай кеңес бересіз? Қандай тілек білдіресіз сол бойынша? Иә, мына биылғы жылы бітіріп жатқан менің кішкентай ғана оқушыларым, сендер бірінші класста әдемі әліппемен қоштасуды бітіріңдер. Кейін сендерге арнап 4-ші класты қоштасып жатқанда сендерге шығарған өлең бар. Егер еді соның кішкене ғана несі ойымда болса айтып көрейін. Мен үшін бәрібірдей шырақтарым, өстіміне ой саналарың, әр уақытта жолдарың боп, ұшар биіктерің биік боп, тек бақытты армандаған армандарыңа жетулеріңе мен тілектеспін әр уақытта. Айтқаныңыз келсін апай, керемет жауап болды. Жалпы осымен біздің сұрақтарымыз аяқталды. Және де құрметті көрермендер, бізде ұстазбен сұхбат шығарылымында Қанағат апаймен сұхбатымыз аяқталды, және де біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі шығарылымда кездескенше. Рахмет.